Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге қант алмастырғыштар туралы және организмге пайдалы қант туралы айтамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығымызға белгілі ақ қант организмде инсулин деңгейін жоғарылатады. Көмірсулар алмасуының бұзылысына нәтижесінде майлы гепатозға, ішекте патогенді, яғни зиянды бактерия, зең, қорегі болып, олардың көбеюіне алып келеді. Осы себептер көп аурулардың пайда болуына алып келеді. Бұл аурулар сізге керек па? Әрине жоқ. Сондықтан ақ қант орнына пайдалы қант алмастырғыштар қолданыңыз. Біріншісі эритрит. Табиғи, көптеген жеміс-жидектер құрамында кездеседі. Ұнтақ және сироп түрінде шығарылады. Оның организмге пайдалары: ішек микрофлорасына әсер етпейді, яғни ішектегі патогенді микрофлораның көбеюін болдырмайды. Қант тістегі кариесқа алып келеді. Эритрит тіске әсер етпейді. Қандағы қант инсулин деңгейіне әсер етпейді. Гликемиялық индексі және калориясы төмен. Сондықтан ең қауіпсіз түрі эритрит болып табылады. Екіншісі стевия. Табиғи, қантқа қарағанда тәтті, инсулин деңгейіне әсер етпейді, бірақ зерттеулер бойынша ішек микрофлорасына әсер етеді деген пікірлер бар. Стевия құрамында хром бар, инсулин әсерін жақсартады. Кондитер өнімдері, тіс пастасы, йогурт, балмұздақ құрамына қосылады. Табиғи дәмдеуіш. Сорбит, фруктоза, топинамбур сиропы, кленовый, финиковый сироп, бал, курага, қара шоколад, олар глюкоза инсулин деңгейіне әсер етеді, яғни жоғарылауына алып келеді. Ішекте микрофлораның өзгеруіне алып келеді. Олардың құрамында фруктоза көп, сондықтан аз дозада ғана қолдануға болады. Зерттеулер бойынша ақ қант ұнды шектеу адам өмірін ұзартады. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.